Баршаңызға сәлем. Ешқандай майды қажет етпейтін картошка фри дайындаймын. Ендеше кеттік. Алдымен картоптарымызды сыртын ашып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан кейін оларды осындай ұзынша етіп соломка етіп тураймыз. Картоптарыңыз ірі картоп болғаны жақсы, сонда піскеннен кейін ұзынша болып, өте әдемі болып көрінеді. Бізде картоптарымыз дайын. Енді оған қосатын майдың орнына, сұйық майымыздың орнына қосатын сұйықтығымызды дайындайтын боламыз. Картоптарымызды енді бір шетке алып қоямыз. Енді міне жұмыртқаның сарысы керек емес, бізге жұмыртқаның ағын аламыз. Үстінен тұзымызды қосамыз. Кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Мен тәтті қызылбұрыш қостым, және де ащы қызылбұрыштан тек шай қасықтың ұшымен ғана қостым. Өйткені қатты ащы болса, балалар жеу қиын болады. Сіздер ары қарай өз қалауларыңызша қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді осылай вилканың көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Содан кейін картопымызды бір ыдысқа саламыз. Үстінен дайындаған жаңағы сұйықтығымызды құятын боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Міне осылай дәл видеодағыдай қосамыз. Ары қарай вилканың көмегімен немесе қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бұл картошка фрейдің құрамын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден қараңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біз формамызды алып, бетімен де пергамент бумага төселіп тұр. Осылай арасын ашып төсеп шығамыз. Енді қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне бізде картошка фрейіміз пісіп дайын болды. Өте дәмді, күтірлік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.